Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен есімім Айжамал. Бүгін біз үй жағдайында безеулерді кетіруге арналған маска жасайтын боламыз аспириннен. Көріп тұрғандайыңыздай бетім қызарып безеулер шыққан. Соларды кетіруге масканы бірге жасайтын боламыз. Кеттік. Осылай екі аспиринді құтысында тұрған кезде езіп алдым пышақпен. Енді екеуінде саламыз. Негізі 4 аспиринмен жасаған дұрыс. Менде 2 ғана аспирин қалыпты. Сол үшін осы екеуін езіп алдым. 1 шай қасық су құямыз. Сосын егер бетіңіз құрғақ болса, кішкене бал қосып жіберіңіз. Менің бетім құрғақтау, сондықтан бал қосып жасаймын. Ал майлы болса, бал қоспай жасай беруге болады. Жалпы аспирин бетті құрғатып, тазартып және безеулердің тез кетуіне жағдай жасайды. Аспириннің бетке пайдасы мол, жараларды, тыртықтарды, безеуден қалған орындарды да жақсы кетіреді. Осылай бетімізге толық жағып, 15 минуттан соң бетімізді жуып тастаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қызарғаны біршама азайды. Тағы 1-2 рет жасасаңыз, безеулеріңіз кетіп қалатын болады. Бұл масканы аптасына 2 рет жасауға болады. Аспирин бетті жақсы тазалайды және майлы болса құрғатады. Егер сіздің бетіңіз құрғақ болса, міндетті түрде бал қосып жасағаныңыз дұрыс болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.